Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жайма қамырды қалай жасау керек, оны тоңазытқышта қалай сақтау керек, қалай қатыру керек, сол туралы видеода айтып беремін. Жақында ғана жайма туралы мастер-классқа қатысып, сол жерде үйренген түрлі әдіс-тәсілдерді, құпияларды сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суға жарты шай қасық тұз салып, ерігенше араластырамыз. Тұз ерігенше араластырып, бөлек ыдысқа ұн салып, ұнның үстіне сол суды құйып, оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамен бірге 2 ас қасық сұйық май қосып, масса 1 келкі болғанша араластырып, қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымызбен қаттылау қамыр илейміз. Мен аздау ғана жасадым. Үйдегі адамның санына қарай 2 есе көбейтіп жасауға болады. Қамырды 2-ге бөліп 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Тынған қамырды қолмен баса отырып, дөңгелектеп жайып аламыз. Қолдың күшін ортасына түсірмей, оқтаумен 2 шетінен баса отырып, жайып шығамыз. Оқтауды қамырға ораған кезде арасына ауа қалдырмай орасақ, біздің қамырымыздың беті теп-тегіс болып жайылады. Қатты етіп иленген қамыр өз формасын ұстап, дөп-дөңгелек болып жайылып, өте дәмді болып шығады. Осылай етіп өзіміз қалаған қалыңдықта жайып шығамыз. Қамыр өте жұқа, теп-тегіс, дөп-дөңгелек болып жайылып шықты. Ұнды өте көп салмай, қажетті мөлшерде ғана салып шығамыз. Жайманы тоңазытқышта қатырып сақтау, әсіресе қонақ келген кезде өте тиімді. Қонақ келген кезде қамырды жайып жүрмейсіз. Қамырды жайып болғаннан кейін пищевой пленкаға орап бастаймыз. Бұл пленка кез келген дүкендерде сатылады. Қамырдың астына және үстіне пищевой пленка орап, бір-біріне айқастырып, дәл осылай етіп орап шығамыз. 2 жақ шетін тегістеп орап, дәл киім бүктегендей етіп осылай бүктейміз. Қамырды ораған кезде оның теп-тегіс болып жұмарланбай бүктелуі өте маңызды. Тоңазытқышқа қойған кезде теп-тегіс жерге қоюымыз қажет. Тақтайдың үстіне немесе қақпағы жабылатын контейнерге салып қоямыз. Бұл қамырды 3 айға дейін тоңазытқышта сақтап қолдануға болады. Мен бұл қамырды тоңазытқышта 4 сағат қатырып алдым. Тоңазытқыштан қатып шыққан қамырды бірден алып жаюға болмайды. Онда қамырыңыз сынып кетеді. Кем дегенде бөлме температурасында 40 минуттай тұруы қажет. Аздап ери бастаған кезде осылай етіп алып пищевой пленканы алып тастаймыз. Бетіне аздап жабыспас үшін ұн сеуіп, осылай оқтауға орап, кесіп аламыз. Қамыр міндетті түрде ерімесе, бірден сынып кетіп, өзімізге қажетті форманы ала алмай қаламыз. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай пайдалы, өте жеңіл рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.